Сабақтың тақырыбы ағаштар неге ашуланды? Оқушыларды мәтіннің мазмұнымен таныстырып отырып, мәтіндегі негізгі ойды, идеяны ұғындыру, ағаштар жайлы білімдерін кеңейту, мәтінді мәнерлеп оқу дағдыларын және белсенді ынталы оқуға үйрету, табиғатты аялауға мына ребусты шешіп көрейік. Қандай сөз шығады екен? Кәне, кім айтады маған? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ағаш сөзі шыққан екен. Ендеше балалар, кәне, барлығымыз ойланайықшы. Ағаштың бізге қандай пайдасы бар? Жаңа сабақ ағаштар неге ашуланды? Бердібек Соқпақбаев. 1924 жылы 13 қазанда Алматы облысы Нарынқол ауданында дүниеге Ағаштар келген. неге ашуланды деген әңгіме. Ағаштар неге ашуланды? Бір күні Алмабек өзінің жолдастарымен бірге өзенге шомылуға келеді. Олар шешініп те үлгермеп еді. Ауа райы күрт бұзылып, аспанды сірескен қара бұлт басып кетті. Азынан жел тұрды. Балалар сасқалақтап, не істерлерін білмей, үйлеріне қарай жүгіре жөнелді. Алмабек те жүгіріп келе жатыр еді. Ағаштың жыландай ысылдап майысқан бұдақтарының бірі кенет оның басынан кепкасын қағып ұшырып түсірді. Ол жалт бұрылып, кепкасын ұстап алмақ болып еді, жолдастарынан адасып қалды. Дәл сол уақытта адам айтса намықсыз ғажап оқиға орын алды. Орман іші азан-қазан жаңғырып кетті. Түйе беліндей жуан бәйтерек майысып келіп, Алмабекті баса жаздап, жолына көлденеңдеп тосқауыл бола қалды. Ал Алмабек болса қорыққаннан шыңғырып жіберіп, кейін қарай жалт берді. Сол кезде тұс-тұстан бәлем Алмабек, қолыма түстің бе?" деген ашулы дауыстар жамырап естілді. Алмабекте ес қалмады. Ағашы аздау бір жермен жүгіріп өтпекші болып еді, ұзын бір аққайың жапырақтары жалпылдап алдын тағы бөгей қалды. Алмабек кейін қарай жалт берді. Маңайындағы ағаштар су-су етіп төніп келіп қалғанын көрді. Бірнеше солқылдақ көк шыбық жотадан шып-шып еткізіп шырпып өтті. "Сендерге мен не жаздым? Мен сендерге не жаздым?" деп Алмабек жылап жіберді. Сол кезде төбесі көк түреген, көпті көрген, көп жасаған орман атасы кәрі еменнің күжілдеген жуан даусы естілді. "Сенің жазығың сол. Біздің бірнеше жас шыбығымызды үйіңнің қасына отырғызбақ болып едің. Нағыз азап халге салып қойыпсың. Түбі босатылмай қатып қалыпты. Тамыры суалып, құрып бара жатқан көрінеді. Осы қылығың адамгершілікке жата ма балам? Ағаштан көргем не жамандығың бар еді? Жайқалып өсіп тұрсақ, ауылдың көркі емеспіз бе біз? Жазды күні мей қайнатқан ыстықта саямызға паналайсың, қысты күні азнаған бораннан қорғаймыз. Астыңдағы орындығың мен үстелің де қалам қағазыңа дейін ағаштан істеледі. Үйіңе қабырға болып та қаланамыз. Сен осыны неге түсінбейсің? Неге бізді бағаламайсың?" деді қарт емен. Істің мән жайы Алмабекке әбден түсінікті болды. Ол былай деді: "Кешіріңіздер, кешіре көріңіздер", деді Алмабек. "Кешіруге болмайды", деп солқылдақ көк шыбық тағы да төніп қалып еді, қарт емен оны бұтағымен қағып жіберіп тоқтатты. "Жә, шошаңдама, тұр былай, бала сөзін айтып болсын", деді. "Кешіріңіздер, мен отырғызған ағаштарымды бүгіннен бастап мәпелеп күтуге уәде беремін", деді Алмабек жыламсырап. Жарайды", деді қарт емен. "Олай болса, бар үйіңе, біз сені кешіреміз", деді. "Әне балалар, көрдіңдер ме? Ағашқа күтім жасау әркімнің парызы. Біз ағаштан түрлі өнімдер аламыз. Қарт емен айтқандай, ағаштар бізді қыстың қақаған суығынан да, жаздың аптап ыстығынан да қорғайды. Ағаштың бізге тигізер пайдасы өте зор. Сондықтан балалар, енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Алмабектің кінәсін толтырайық.
Алмабек, оның айыбы, қандай айыптары бар, Алмабектің қандай кінәлары бар, өз бетімізбен дәптермен жұмыс жасап, маған жібере қояйық. Тап. Еңбегімен озады, езілумен тозады. Кәне, кім табады балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ер еңбегімен озады, еріншек езілумен тозады. Ертеңі бітпейді. Кәне, кім айтады? Дұрыс айтасыңдар. Еріншектің ертеңі бітпейді. Наны тәтті, жаны тәтті. Жарайсыңдар балалар. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Өте жақсы жауап бердіңдер балалар. Біз еріншек болмаймыз, жалқау біз болмаймыз ғой балалар. Тыңдадық, оқыдық, және көптеген сұрақтарға жауап бердік. Енді бәріміз мына сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Алмабектің жіберген кемшілігі неде? Ағаштар Алмабекті қалай жазалады? Алмабек өз кемшілігін қалай түзеді? Егер Алмабек ағаштардан кешірім сұрамағанда, не болар еді? Осы жөнінде ойласып, маған жауап бере қойыңдар. Мынау жағдаятқа назар аударайық балалар. Мұндай жағдай сендердің бастарыңда болса, сендер не істер едіңдер? Осы жағдаяттан қалай шығар едіңдер? Балалар, үйде Қ, Ш, Е, Т басталатын әріптерден басталатын ағаштардың атын жазамыз. Және ағаштар неге ашуланады? Оқу, мазмұндау, Алмабектің жайқалып өскен ағаштарының суретін салып келейік.